5 жыл ішінде білім, ғылым, денсаулық сақтау салаларына жұмсалатын қаражаттың ішкі жалпы өнімнің 10%-на дейін жеткізу қажет. Бұл елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың кезекті жолдауында айтылған басымдық. Халыққа көрсетілетін қызмет сапасын арттыруды көздеген реформалар өз нәтижесін беруі тиіс. Жолдауды жастар арасында кеңінен насихаттауды көздеген. Дөңгелек үстел Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің базасында өтті. Жиынға университет оқытушылары мен студенттері қатысып, жолдауда айтылған мәселелер көптің талқысына түсті. Студенттер мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 2019 жыл жастар жыл деп атауын жақсылыққа балап жатты. Себебі Қазақстанда 18 миллионнан астам халықтың 40%-ын 14 пен 29 жас аралығындағы жастар құрайды. Елбасымыздың 2019 жыл жастар жылы екеніне шын жүректен қуаныштымыз және бұл жолдауды қолдаймыз. Алдағы уақытта елбасымыздың және де үлкендердің артып отқан сенімін ақтаймыз деген үміттеміз. Жалпы Қазақстанды алдағы уақытта жаңартып көркейтуге барша Түркістан жастары қолынан келгенше аянбайды. Жастарды 9-10 сыныптан бастап болашақта сұранысқа ие мамандықтарға бағыттауда. Оннан астам қажетті жаңа технологияны меңгеруді тапсырған жолдау білім саласын тағы бір сатыға жоғарылауға сеп болмақ. Қазіргі таңдағы ең бірінші жоғарғы оқу орындары бойынша рейтингтің негізгі маңызы ол қаншалықты сапалы дайындап жатқандығы бұл жұмысқа орналасумен белгіленеді. Ал былтырғы бітірген студенттеріміз, осы биыл жазда бітірген студенттеріміздің өзі кеше бірінші қыркүйекте біз ақпарат алдық. 66% уже жұмысқа орналасқан өз мамандықтарымен. Ол өте жоғары көрсеткіш. Мына педагогтарға арналған жаңа заң қабылданатын болып жатыр. Ол деген сөз, яғни мектеп ұстаздарының, жоғарғы оқу орнында жүрген ұстаздардың мәртебесін көтеру, оның деңгейін болашаққа деген арттыру мәселесі де қолға алынып отыр. Елбасы тәуелсіздік алған сәттен бастап әрбір мемлекеттік маңызы бар құжатта жастардың рөлін, маңыздылығын ескеріп, қамқорлық көрсетіп келеді. Мұны жастарға жасалған жағдай деп түсінген студенттер жолдауға бір ауыздан қолдау танытып отыр. Рабиға Бақытжанқызы, Абай Құралбаев, Мұхан Мұратұлы, Тұран Ньюс.